Соңғы жылдары елімізде кассалық табысы мол фильмдер саны көбейіп жатыр. Бұның жағымды және жағымсыз жағы да бар. Жақсы фильмдер маркетинг саласы дамып, қоғамдағы проблемалы жағдайларды экран алдындағы көрермендерге жеткізіп жатыр. Кей фильмдеріміз ой саларлық талқылайтындай көрініс беріп, көрермен санасын кеңейтуде. Бұған мысал қараша айында жарық көрген «Ауру» фильмі. Қоғамдағы алаяқтықтың біршама түрін көрсетіп, халықтың одан қалай зардап шегетінін жақсы көрсетеді. Бірнеше сағатта өтіп кететін той үшін жылдап төлейтін кредитке кірген халықтың бет-бейнесін керемет сипаттайды. Ал жағымсыз жағына тоқталсақ, елімізде комедия жанры осындай ой саларлық кей фильмдерді кассалық жағынан артта қалдырып жатыр. Өйткені елімізде драма, тағы басқа жанрлар көп шықпай жатқандықтан халық жеңіл-желпі мән-мағынасы жоқ күлкі үшін түсірілген комедия жанрына үйреніп қалды. Алайда уақыт өте келе драма, триллер және тағы да басқа ой саларлық фильмдерді халық көруге ақырындап қалыптасып келе жатыр. Бұл деген сөз демек елімізде қазақ кинематографиясында осы комедия мен драмаға байланысты баланс пайда болып жатыр. Болашақта комедия жанрында да жеңіл-желпі әзіл үшін түсірілетін фильмдер азаюы мүмкін. Ал бүгінгі видеомызда біз осы қазақ драмасын алға жетелеген, халық арасында үлкен талқыға түсіп, көрерменнің назарынан орын алған нөмір 37 фильміне шолу жасайтын боламыз. Ал сіздер видеоға лайк басып, арнаға жазылып қойыңыздар. Мен видеомды көп созбай бастайын. Фильм бір кадрлық түсіруімен, қайталанбас сюжетімен, ой саларлық идеологиясымен көрерменнің басты назарына түсті. Режиссер Жандос Айбосовтың бұл алғаш рет жасап жатқан фильмі болса да, керемет туынды болып шықты деп айтар едім. Себебі нөмір 37 фильм ең алдымен Шам театрының спектаклінен бастау алған. Кейін бұл спектакль еліміздің біраз өңірлерін аралаған соң, Шам театрының ұжымының қолдауымен нөмір 37 фильм түсірілді. Фильм әдемі көрінісімен, композиторлық музыкасымен ерекшеленді. Тіпті фильмнің актерлік құрамдары да ерекше. Еркебұлан Дайыров, Асан Мәжит, Зарина Кармен осы фильмде төбе көрсетеді. Фильмдегі ең көзге түсетін сәт ол метродағы жарылыс сценасы. Бұл сценаны шынайы жасау үшін жақсы локация мен эффект жұмыстарының мықты шыққаны көрініп тұр. Бұндай эффект жұмысын жасайтын фильмдер бізде аз да кем. Себебі көбісі графикалық монтажбен шығын азайтудың амалын істеу үшін жарылыс сахнасын графикамен жасап жатады. Кейбір шынайы болып жатса, енді бірі сәтсіз графиканы көрермендер назарына ұсына береді. Бірақ мұндай жағдай голливудтық фильмдерде де кездесе береді. Сондықтан авторларға осындай жұмыс үшін респект. Театрда кей сахнаны түсінбеген көрермендерге осы фильмде толықтай ашып көрсеткен. Сол арқылы фильм идеологиясымен бізге жеткізеді. Фильмдегі идеологияны жеткізу үшін мықты рөл, қайталанбас көрініс және ойланатын сауалдар болуы керек. Ал Жандос Айбосов осы ұстаныммен бізге нөмір 37 фильмнің толықтай идеясын жеткізіп берді. Нөмір 37 спектакль Астар Бақтар шығармасынан алынып, оны қазақ тіліне аударған. Кейін Шам театр құрылған соң, осы нөмір 37 фильм бір жылдан астам уақыт бойы театр сахнасында көрсетілген. Бұл туралы Еркебұлан Дайыров өз подкастында нөмір 37 фильм туралы айтып кеткен болатын. Отбасы жарылыстан өлді деген балалардың оралғанына антам болады. Бірі қуанса, бірі қайда болдың деген сұрақтармен Расулға өз ренішін айтады. Расул 15 жыл қайда болғанын айтады, бірақ бәрі күмәнмен қарайды. Себебі олар метродағы жарылысты алға тартып, бұл одан қалай тірі қалды деп күмәнданады. 15 жыл қайда болдың деген сұраққа Расул Балқашта болғанын айтады. Кейін Расулдың отбасына қайтыс болған бала үшін деп үкімет көмек көрсетеді. Фильм соңында Расул қайтадан Балқашқа оралға кетіп отбасымен қоштасады. Міне біз көрген фильмдегі сюжет осындай. Бірақ автор бұл сюжетпен бізге не көрсеткісі келді? Осы туралы сюжетпен теориялық талдау жүргізсек. Расулға метрода жарылыстан кейін қайда болдың деп сұрайды. Расул 15 жыл бойы Балқашта болғанын айтып, ол жерден жан тыныштығын тапқанын айтады. Алайда әйелі оны өлді деп отбасы қайғырғанда, бұл Балқашта жайбарақат жүргеніне ызаланады. Ағасы да Расулды барар жері қалмаған соң бізге қайтып оралды деп өзін өтірікке санайды. Тек анасы ғана тірі көргеніне риза болады. Осы жерде бізді ойландыратын бір сұрақ бар. Неге Балқаш? Теориямен қарайтын болсақ, Расул жарылыстан кейін чемоданын шатастырып алған соң, чемодандағы хатты иесіне апару үшін Балқашқа аттанады.
бұл бірінші нұсқа, ал екінші нұсқа Расул метро жарылыстан соң есін жоғалтқаннан кейін Балқашқа кетіп қалған. Кейін жады қалпына келген соң қайтып оралған. Бұны фильмде Расулдың өзі де айтады. Бұл нұсқалардан да көп нұсқа шығаруға болады. Алайда біз фильмнің аяқталу сәтіне тоқталсақ. Фильм аяқталған сәтінде Расулдың Балқаштағы үйіне кіретін сценасында Расулдың мәйітін көрсетеді. Ал метродағы отыратын сәтінде Расулды құтқарып алған адам қайтыс болған жігітті қайтадан көрсетеді. Осы екі сценадан көптеген сұрақтар туындайды. Расул шынымен өлген бе? Және метродағы жігіт қалай тірі қалған? Енді асықпай талдаумен осы сұрақтарға жауап іздейік. Мен өз түсінігімді айтатын болсам, фильмде Расул шынымен де өлген. Расул метродағы жарылыстан қашып жатып, есі жоқ үйге барып жан тапсырған. Себебі фильм соңындағы мәйіт осы Расулдың мәйіті. Расул өлген соң рухы отбасына аян болып көрініп, сол аян арқылы кімнің Расулға айтар реніші бар екенін байқаймыз. Міне, Расул өлгеннен кейінгі анасының сағынышы, әйелін жесір қалып, әмеңгерлікпен ағасына тұрмысқа кетуі, әкесі ұлымен сөйлесе алмағанын бізге көрсеткісі келген. Фильмнің идеологиясына ауыссақ, Расулдың айтып отырған Балқаш өнері, ол Расулдың өлгеннен кейінгі әлемі, яғни Расул о дүниеге аттанғанын Балқаш көлімен сипаттаған. Бұған растайтын дерек, Расул анасымен сөйлескенде Балқашта уақыт басқаша жүреді деп еді. Мүмкін о дүниенің әлемін осылай ерекшелендіріп көрсеткен болар. Расулдың анасына мен осындамын деп айтуда осы себептен. Әкесінің Расулдың сөйлеспей кері бұрылып кетуі де ұлының өлгеннен кейін қайғырған әке бейнесін көрсетеді. Фильмнің негізгі айтар ойы адам өлгеннен кейінгі рухын бейнелеу. Кез келгеніміз өлсек те, тірі адамдар біз үшін бірнеше күнге қайғырып, кейін ары қарай өз өмірімен жүре береді. Тағы бір сұрақ, неге Расул отбасымен болмаған? Бұл сұраққа шыны керек, өзім де жауабын таба алмай қиналдым. Ақыры бір жобалап келетіндей жауап таптым. Осы нөмір 37 фильм шыққаннан кейін, фильмнің саундтрекі болып, ютубта екеуміз жайлы ән клипі жарық көрген еді. Клипті қарап отырсам, фильмдегіден басқаша сценаларды көрдім. Сол жерде Расул әйелмен жанжалдасатын жері бар. Міне, Расул осы себептен отбасын тастап, тыныштық табу үшін Балқашқа кеткен болар. Бұл ойды да келтіріп көрсек те болады. Ұрыс-керістен шаршаған Расул Балқашқа кетіп, тынышталған болар. Шыны керек, фильмдегі мен көрген идеологияны қысқаша айтатын болсам, біз өлгеннен кейін біз туралы кім не айтады? Өліміміз кімге ауыр, кімге қалай сезілетін автор толық жеткізгісі келді. Фильм актерларының айтуынша, бұл фильмді көрген кез келген жан өз шындығын көреді. Яғни менің көрген шындығым бүгінгі видеода толық айтылды. Бұл фильм мағынасын бізге ашпайды. Ол мағынаны өзіміз құрап ашу үшін шығарылған өте жұмбақ фильм. Демек, менің бүгінгі көрген шындығым сіздің көрген шындығыңыздан мүлдем басқаша болуы мүмкін. Сондықтан мен бүгін толықтай өз түсінген пікір ойымды, теориямды дұрыс жеткіздім деп ойлаймын. Ал сіздің фильмге деген көзқарасыңыз қандай болды? Оны пікірге жазып кетіңіз. Бүгінгі видеомызды осымен аяқтаймын. Сіздермен бірге болған өрнек арнасы. Видеоңызға лайк басып, арнаға жазылыңыздар. Расул үйге келген кезде ол Зейнепті көрем деп ойламаған. Сол Зейнепті көрген кезде Расулдың өзінде сол сұрақ пайда болады. Зейнеп неге осы үйде жүрген? Сосын барып, семьясымен жаңағы көрсет, құшақтасады. Бірақ бір кадр бар, Зейнепке сұрақ белгісімен қарайды. Расул негізі ол жерге жаңағы семьяда болып атқан шешілмеген сұрақтарды шешен деп бармайды. Расул мені тауып алыңдаршы деп айтуға барады. Бірақ семьямен сөйлесіп атқан кезде оны ешкім естімейді. Ол ешкімді алдамайды және. Просто оны ешкім естімейді.